7 мамыр Отан қорғаушылар күні. Осы мерекенің тарихынан хабардар болып отырайық. 1991 жылы 25 қазанда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Қазақ КСР-ның мемлекеттік қорғаныс комитеті құрылды. Бұдан кейін республиканың мәселелерін толық түрде жеке шешуге көшу үшін қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Армысыздар, ардақты азаматтар. Отбасының тірегі елді бастар. Құтты болып мереке баршаңызға. Бақ береке әкелсін отбасыңа. Халқымызда ер елдің қорғаны деген аталы сөз бар. Біз осындай жандардың ержүрек істеріне сый құрмет көрсете отырып, отбасыларыңызға амандық, береке бірлік, еңбекте жеміс пен шығармашылық табыс тілейміз. Бүгінгі 7 мамыр Отан қорғаушылар күні мерекелеріңізбен құттықтаймыз. 7 мамыр Отан қорғаушылар күнінен сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Аға ұрпақ пен жас буынның отанымызды қорғап, қызметте елеулі үлес қосқандарыңыз әрқашан мақтан тұтамыз. Еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан игі істеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт пен ұзақ ғұмыр тілейміз. Отанға адал, еліне қамқор, отбасына мейірімді бол. Жүрегің әрдайым оттай лаулап, жаның жас болсын, қайратты және мақсатты болыңыздар. Еңбектеріңізге табыс пен сәттілік тілеймін.